Сенесіз бе? Қысқа толқынды пеш кездейсоқ табылған. Инженер өнертапқыш Перси Спенсердің оны қалай ойлап тапқаны жайлы небір аңыздар бар. Бір дереккөздер Спенсер жұмыс істеп тұрған магнетронның қасынан өтіп бара жатып, қалтасындағы кәмпиттің еруін байқаған деседі. Тағы бірі Спенсер магнетронда бутербродты ысытқан дейді. Қалай болғанмен де, оған дейін қысқа толқынды сәулеленуді тамақ ысытуға қолдану ешкімнің де ойына кірмеген. 1940 жылдары Райсеон компаниясында жұмыс істеп жүрген кезде Спенсер бұрынғы еліне сіңірген еңбектерінен де өзге атын бүкіл әлемге паш еткен өнертабысын жасап шықты. Қысқа толқынды пешке патент 1946 жылы берілді. Ал пештің өзі Радаранж деген атпен 1947 жылы жасалды. Ол биіктігі адам бойымен шамалас, салмағы 300 келі тартатын, қазіргі біз қолданып жүрген қысқа толқынды пештерге ұқсамайтын үлкен пеш болатын. Бағасы да өте қымбат еді, шамамен $3000. Тек 1960 жылдан бастап қана бағасы қолжетімді және салыстырмалы түрде өлшемі де кіші қысқа толқынды пештерді шығару жолға қойылды. Тефлон. Тефлонның ашылуы басқа да көптеген ғылыми жаңалықтар сияқты кездейсоқ болды. Бұл оқиға 1938 жылдың 6 сәуірінде орын алды. Өнертапқыш мәртебесі Рой Планкетке тиесілі. Ол Нью-Джерси штатындағы Дюпон фирмасының зертханаларының бірінде жұмыс істейтін. Сол кезде Планкет райондардың қасиеттерін зерттеп жүрген еді. Бір күні ол тетрафторэтиленді үлкен қысымда мұздатқан болатын. Нәтижесінде керемет қасиеттерге ие аппақ ұнтақ пайда болады. 2 жыл өткен соң жаңа материал жарыққа шығып, тефлон деген атпен әлемге танылды. Велкро жабысқақ ілгегі. Бұл өнертабыс туралы швейцариялық инженер Жорж де Местральға 1941 жылы келді, ал патенті 1955 жылы алды. Жорж де Местраль итпен серуендегеннен кейін оның жүніне жабысқан ошаған тікендерін теруді әдетке айналдырған болатын. Бір күні ол микроскоппен қарап шығып, жүнге жабысқан ұсақ ілгектерді байқайды. Осылайша Местральға жабысқақ ілгек туралы ой туды. Оны жасап шығару үшін инженердің сынақтар мен қателіктерге толы бірнеше жылдардың нәтижесінде өнертапқыш жабысқақ ілгекті нейлоннан жасаған дұрыс екенін түсінді. 1955 жылы Жорж де Местраль өнертабысын ақыры патенттеп алды. Алғашқы тоқыма жабысқақтарын ғарышкерлер, аквалангшілер және тау шаңғышылары пайдалана бастады. Уақыт өте келе жабысқақ ілгектер күнделікті киімдер мен аяқ киімдердің кәдімгі бір бөлшегіне айналып, кеңінен тарала бастады. Жүгері қауызы. Жүгері қауыздардың тарихы 19 ғасырдың басында жатыр. Батл Крик шипажайының қожайындары дәрігер Келлог пен бауыры Вилл Келлог жүгері ұнынан тамақ жасап жатқан болатын. Бірақ қонақ үйдің шұғыл жұмыстарымен шығып кетуге тура келеді. Қайтып келгенде қатаң есептеуде болған жүгері ұны аздап бұзылып кеткен екен. Бірақ олар сонда да оннан қамыр илемек болады. Алайда қамыр иленбей, бүртіктеніп, бөлшектеніп қалды. Ағайындылар амалсыздан жүгері қауызын қуырады. Олардың бірі үлпілдек, бірі қытырлақ болып піседі екен. Нәтижесінде жүгері қауызын Келлог дәрігерінің емделушілеріне сүт пен эфир қосып, жаңа тағам ретінде ұсынды. Билл Кит Келлог жүгері қауызына қант қосып, жалпақ жұртқа лайықты тағам жасады. Осылайша 1894 жылы өзіндік дәмі бар жүгері қауызын америкалық дәрігер Джон Харви Келлог патенттеді. Ал 1906 жылы Келлогтар тағамның жаңа түрін жаппай сатылымға шығарып, өз компанияларын құрады.